Достар, бұл видеода мен сіздерге бризоль жасауды үйрететін боламын. Ең алдымен пиязымызды турап аламыз, сарымсағымызды турап аламыз. Ал енді таза ыдысымызға фаршымызды салып, пиязымызды, сарымсағымызды, бір дана жұмыртқамызды қосамыз. Қара бұршымыз бен тұзымызды қосамыз. Неше мөлшерде керек екенін описанияға жазатын боламын. Міне бізде фаршымыз дайын болды. Енді осыны 8 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын жеке-жеке алып, таза салафанға салып бөліп аламыз. Міне бізде осындай 8 штук шықты. Ал енді соларды жеке-жеке алып, салафанның ішінде қолымызбен жаятын боламыз. Ешқандай ұнның оқтаудың керегі жоқ. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай біркелкі етіп домалақ формада жайып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Салафанның бетінен жайғаннан кейін өте оңай жайылады. Бір-екі істегеннен кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Ал енді осы 8-ге бөлген фаршымызды алып, жеке-жеке жайып, тоңазытқышқа бөлек-бөлек салып қоямыз. Ол фарштарымыз қатқанша біз астына жағатын массамызды дайындай береміз. Ол үшін таза ыдысымызды алып, 2 дана жұмыртқамызды шағып, араластырамыз да бетіне майонез саламыз. Келесі кезекте ұнымызды саламыз. Енді осыны біркелкі масса болғанша әдемілеп араластырамыз. Мінекей осындай шықты. Ал енді міне өздеріңіз көргендей морозильнигімізде қатқан фаршымызды алып, қайшымен немесе пышақпен осылай бетіндегі салафан кесіп тастаймыз да, астынан осылай ұстап тұрып, бетіне жаңағы дайындаған массамызды жағып, қызып тұрған, бірақ асты баяу тұрған май жағылған табағымыздың бетіне салып, қақпағын жабамыз да қызарғанша пісіріп аламыз. 2 бетін кезек-кезек. Кем дегенде 5 минуттай тұратын болады. Ал енді біздің видеода көріп тұрғандарыңыздай фаршымыз дайын болды. Піскен фаршымыз. Ішіне осылай помидор мен огурцымызды саламыз. Кетчуп майонезімізді құямыз. Екінші бетімен бризолімізді жабамыз да бетіне сәндеп кетчуп майонезімізді ағызып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Кафедегідей бризольді осылай дайындасаңыздар болады. Келесі видеода осындай шашырап тұратын күрішті салатын боламын. Күтіңіздер. Мінекей біздің бризоліміз дайын болды. Видеода пюренің рецептісін салған болатынмын. Көріңіздер. Ас болсын, сіздер де жасап көрің.